Шаймуратов Минхаш ән-ерлік рәттебі. Әсәрі Биби Тайфа бейгітті. Минглералі ұн ештігіне сапта дүние қойды. Тамақ құқына ауыздағы бойға бұтырақ болғылана. Ұнда башқа іштердің бірерлер ва ақтары паралай күтілер. Үкімет тидалы ғыбайыр бейрілі. Минглералі дүр синуслы земсыл мектебінде урық өз дұрдайғына оқыра бәрді. Минглералі елланып ішлеген юртта болларды гармон ұйнаға етті. Улы ұйналды ұшы инструментта ұйнаға бері. Шаймуратов үнісешінде Урал пароходына матрос yüksek латышқа орнаша, кәмінде 1912 жылдан қалағына сешті. 1921 жылдың апрель айында Шаймуратов туғыдысы қадан кавалерия курсын тамамдайды. Улы хәрби спорт клубдайгенде абсолют чемпион дәреженде айылды. Нәр шулсақта Шаймуратов хәрби бұлыға паралиді. 1936 жылдан октябріне, 1937 жылдан ноябріне текемі хәрби атташы вазифарда Қытайда ұлайқыр командировкалады. Онда юғары офицердар составы курстарында оқыды, мүхим разведка іштері шығара. Büyük Vatan Huşa, Sovet Frontu tarifadana en ağır hem kahramanlığı olsadı. 112-si Boşkort, 16-sı Gvardiya Kavaleriya Diviziyanın hərbi yılı oşu sırladı kıyıqı, batırlıq hem geroizmdana en sağlı ülgülerinin birine koyuyor. Var olan hizmetkerler sastavın komplektleri Boşkort ayısarılayınları halkı itelmemiş vardı. 1941 yılının dekabr başlarında polkovnik Minglirali Şаймуратов 112-si Boşkort Kavaleriya Diviziya komandiri vazifasına kaydı. Әмі 1941 yıldan 25 dekabrde üfü bağıydı. Divizya Sovet askerlerinin Stalingrad yanındağı kontrrejiminin ikinci etapında Voronezh frontının ayrı bölüşünün hem Künbaş frontının orta zon hücum ediyor operatsiyalar bağlaşı. 1943 yıldan fevral başında divizyada düşman kılı boylap terene reyk kayını kuranda buyruğaldı. 14 fevralga diviziya o'yinlari tarafından temir yo'llar qo'lga tushirildi. Fashist askarlarining qilmishlari ko'rsatildi. 17 fevralda diviziya nemislar qo'lida bo'lgan territoriyalar o'tiliq qamoqda hammalar partizanlar sanivetirlik o'yinda meyitga majbur bo'ldi. Korpus komandiri dushman обороны o'luvni istalagan. Dushman qamoqini o'dib so'rov oldi. Nemis частары her ауылда орнашқанlar. Оборона хылының өдіп сұру үшін үсті кең болмаған шарттарда бір тоқтауға бұғышырға қойды. Әмінен корпус командирі Минглерали Шаймуратовқа кесекметтен дұшман фронтын өдіп сұрға бұйрығы. Шаймуратов зор болмаған ұлатқа баруды күнінен Штеревка елғарына қарайтылы. Ешірілмейінсе, асықтан асық алға әрекет етті. Ошу вақытқасы өздерінің барлығын езделмеген немістер барлық артиллерия әмі ату фронттарынан бик қаты ұтасылар. Дивизия командирі генерал-майор Минглерали Минхаш ұлы Шаймуратов 1943 жылдан 23 февралінде дұшман тылы бойлап рейдтан сыққанда аталышта әлек. Луганск өлкәлі Красный Луч районының Петровск қаласындағы туғандар қабірлігінде екенген. Büyük Vatan Huşa-йылдарында 112-си Boshqort кавалерия дивизияға Дондан Эльба йылғанасы 4000 километрдан артығырақ юлды. Дивизия Хуштардағы батырлықтар көрәткән үшін юғары баш командующий бұйрықтарында 15 тапқыр бітірілі. Дивизия Қызыл Байрақ ордені, ikkinchi daraja Suvot ordeni, Lenin ordeni, ikkinchi daraja Kutuzov ordenidan davlatlangan. Boshqirdistonda Natukin, undan Sitda, Ukraina, Belarusiyada, Volgograd, Kursk, Voronezh boshqa өлкәләрдә, ягъни 112-си Boshqort, 16-сы Gvardiya Kavaleriya Divizия һугышы үткән ерләрдә Минглерали Минхаш улы Шаймуратов һәм меңәрләгән атлыларда каһарманлыклары өчен тиешенчә югары багалайлар, хөрмәтләйләр. Дивизияның 3260 яугиры орден һәм медальләр белән тапшырылган.
ягир дан орденінің тулы кавалері. 72 мушсы Советтар Союзы героя есіміне лайықлы. Яуғы әлі бұл